Үйтуге құқығыңыз жоқ, бүйтіп істегенге құқығыңыз жоқ дейді. Сол кезде біз ақтап аламыз ба? Осы жерде кімді ақтап аламыз? Тығылыңдар, кайшын келіп жатыр ма деп. Анау кезде Мен өз балама қандай дұрыс тәрбие беріп жатыр ма деп өзім сұрақ қойып тұрмын да. Балалар бір-біріне претензия жоқ. Мына жерде ата-аналар бір-бірімен ұрсысып жатады. Біздің жұмыстың қиындығына кейбіреулер шыдамай жатады. Каждыйымызды бастап, мүмкін бүгін емес, ертең емес, ол бір уақытта соның фундаменті қаланатын шығар. Ең қиын жағдай баланы алып детский дом дейміз ғой, мысалы, осы өткізу ең ауыр жағдай. Ана ретінде өзіме де ең ауыр жағдай осы болады. Ең қиын осы біздің жұмыстағы. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде кезекті подкаст түсірілімі. Бүгінгі подкастымызда әрине ерекше деп айта береміз, одан жалықпаймыз, өйткені әрдайым қызықты, өзекті тақырыптарды осы ортаға шығаруға тырысып жатырмыз. Қоғамда өзекті, әр адамға, әртүрлі адамдарға өзекті болуына бір қызықты тақырыптарды, қызықты қонақтарды шақыруға тырысамыз. Әрине біз даму орталығы болғаннан кейін, балалармен жұмыс жасағаннан кейін, балаларға жақын тақырыптар болып қалуы мүмкін. Сондықтан Әли екеуміз бүгін керемет қонағымызды шақырдық. Бір жағынан қалай айтсам енді, өте официальный подкаст болуы мүмкін, но екінші жағынан біз енді балалармен жұмыс жасағаннан кейін подкастымыз слишком официальный болмаса екен деп те қарап отырмыз. Өйткені өзекте жүрген, көңілде жүрген сұрақтарымызды қойып, қазіргі таңда балалармен жұмысты, олардың ортасында қандай бір қиын жағдайлар болып жатыр, соның бәрін бүгінгі подкастта айтыла жатады. Ол енді қалай болатыны белгісіз, өйткені біз, сіздер білесіздер, подкастқа алдын ала дайындық деген жоқ, алдын ала сұрақ жауап деген жоқ. Сондықтан осы поледа, осы студияда қандай эмоция шығады, шынайы түрде бір әдемі подкаст болады деген ойдамын. Бүгін бізде қонақта, енді таныстырып өтейін, оны міндетті түрде мен оқып шығайын, өйткені қазақша жазылған. Өскемен қаласының полиция басқармасы ертіс полиция бөлімінің ювеналдық полиция тобының аға инспекторы, полиция майоры Тусупова Гүлнұр Жамбылқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді телефонымды алып тастайын, ары қарай жалғастырайық. Әлия, енді бұл тақырыпта мен емес, көбінесе Әлия қоятын шығар сұрақтарды. Өйткені Әлияның прошлойында осындай ортамен байланыс болған, карьерасы сіз сияқты болып болу мүмкін болған. Сондықтан подкаст қалай өрбейді көреміз енді. Так, Гүлнұр ханым, қалайсыз? Жақсы. Қандай не әсер күтесіз деген сұрақта? Енді бүгінгі біздің осы отырысымыздан, кездесуімізден ата-аналар ең біріншіден ата-аналар, екіншіден осы кәмелетке толмаған біздің жас өспірімдер өздеріне бір кішкентай болсын ой түйіп, қандай да болсын бір құқықтық ақпарат алады деп ойлаймын. Айтатын ақпарат көп, тыңдайтын құлақ болса соны. Өйткені ол жас өспірімдер ғана емес, тіпті үлкен адамдар да қазіргі таңда өз құқығын білмей жатады. Өзінің права и обязанности дейді ғой, соны білмей жатады. Соны білмегендіктен де ұшырап жатады бір қиын жағдайға. Көбінесе адамдар өздерінің айтады ғой, у меня есть мое право деп айтып жатады. Көбінесе қазір көп орысша болғандықтан, бірақ та өздерінің міндеттерін білмейді адамдар. Өздерінің менің құқығым деп кеудесін соғалады, бірақ та өзінің қандай міндеттерін, әсіресе оның ішінде оқушылар. Жасөспірімдер, сіздің ондай етуге құқығыңыз жоқ, бүйтіп істегенге құқығыңыз жоқ дейді, бірақ та ал сен жарайды, менің ондай құқығым жоқ, ал сенің қандай міндеттерің бар десе, мысалы білмейді. Артқа тартады. Сол себепті көптеген оқиғалар болып жатады. Және де жасөспірімдерге айтарым, қазір енді бір кішкене шалт басып кетсе болды ғой, ары қарай уже. Не дейсіз, Әлия ханым, ол туралы? Сіз не дейсіз? Сол қазіргі таңда баланы воспитываешь, сен оны жақсы тәрбиелейсің, өзі білмегендігінен ол бір шалт басып кетуі мүмкін. Қазіргі таңда мен өзімнің міне 10 жылдан аса, 13 жылға жуық осы кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі тәжірибем бар. Осы міне бөлімде. Мен қазіргі ата-аналарға айтатыным,
ата-аналар қазіргі кезде жауапкершілікті өздерінен алып тастаған. Көбінесе мектепке артып қойған, мұғалімға, не болмаса осы дәл осы полиция қызметкерлеріне артып қойған, қоғамға, бірақ өздеріне ондай жауапкершілікті алмайды. Мысалы, мектепте бір нәрсе болып қалса, мұғалім қайда қарады дейді, класс жетекшісі қайда қарады дейді, көшеде бір нәрсе болса, полиция қызметкерлері қайда қарады дейді. Ал ол кезде ата-ананың орны қайда, мысалы, әрбір бала оның фундаменті үйден алынады, үйде не көрсе ұшқанда соны ілесің деген бар ғой, мысалы, қазақ атамыз оны жай айтпаған. Сондықтан әрбір ата-ана өзінің баласына ең алғаш қандай тәрбие береді, баласына қандай санасына қандай ой құяды, ол бала соны ары қарай алып кетеді. Қоршаған ортада кінәлі, білем, қоршаған ортаға да байланысты, бірақ та егер бала өзінің үйінде қандай да бір жақсы тәрбие алып, сынбайтын бір өзінің ата-анасының бір керемет бір бағдарын алса, ол ортада өзін ұстай алады, өзінің ойы болады, өзінің айтарлық деген өзінің бір дербес ойы, мысалы, өзінің ұстанымы болады. Ал егерде ол бала, мысалы, ата-анасы оған дұрыс тәрбие бере алмай, материалдық жағынан, бала толық қамтылған дейге. Қарны аш емес, бүтін киінген, елден кем емес, асыраймын деп айтады ата-аналар, бірақ та балаға ол жеткіліксіз. Балаға ең алдымен ата-ананың қарауы керек, ата-ананың внимание дейміз ғой, назары керек, балаға. Егерде ондай жылулығы, ата-ананың махаббаты болмаған жағдайда, ол бала оны қоғамнан алады, мысалы. Содан кейін ол бала әрине кім тәрбиелейді, ол баланы қоғам тәрбиелейді. Қандай да бір келеңсіз жағдай болып қалған жағдайда ата-анасының ең бірінші айтатын сөзі, мен бұл балаға бәрін бердім ғой дейді. Мен бұл балаға киімін әперем, мен бұл балаға қымбат телефонын әперем, баратын жеріне барады, бәр секцияларға жазып қойғам, енді неге дейді. Енді біз айтамыз, енді ол сұрақты өзіңізге қойыңыз, мысалы, неге? Осы жерде жаңа сияқты айтып отырсыз ғой, Гүлнұрхан, осылай подкастқа келуге кәдімгідей уақыт тапқаныңыз өте қуаныштымыз деп біраз уақыттар болды. Сондықтан рахмет айтамын. Жаңа айтып жатқан мәселе үлкен өзекті мәселе да. Жаңа сыртқы қазір көбіміз сол дүниелік материалдық жаққа мән береміз де, баланың ішкі сдержанность деп айтамыз ба? Яғни соны қалыптастырмағанбыз жаңа сияқты. Қай уақытта сын кетеді, қай уақытта не болады деген сияқты нәрсе ғой. Ең бірінші сол ішкі жаңа өзіңіз айтпақшы, ата-ана сол бағытты, сол бағдарды бермегендіктен, жаңа материалды мен қазір барам, ақша табам, пиццаға апарам. Неме, демалыс не? Пиццаға апару, ойынына апару, сонымен ғана алдап қояды, а внутрь баламен отырып сөйлесу, баламен қарапайым түргіде бір кішкентай ойындар ойнау деген сияқты нәрсе. Мысалы, қазір кезде қарапайым түрде өздеріңіз де байқайсыздар ма, үйде мамасы мен қыздары да үй жинамайды бірге. Ол қарапайым, ол дегенің бәрібір ол бір стержен қалыптасады ғой. Содан кейін ары қарай келіп, мына бала неге салақ деп, мысалы, мектепте айтатын болса, неге сендер үйретпегенсіңдер міндеттеп жаңа сияқты шығады ғой. На самом деле сол нәрсе. Ал сол кезде материалдық нәрселер қамтамасыз етіп жатып, баланың ішкі стержені. Сол кезде біз ақтап аламыз ба? Осы жерде кімді ақтап аламыз? Мысалы, былай айтуға болады. Бізде күні кеше ғана түнгі қаладағы балалар деген жедел алдын алу іс-шарасы аяқталды. Бұл іс-шара бізде балалар жазға көктемгі демалыста болды, мектепте емес. Сондықтан біз бұл іс-шараны әдейі балалардың осы демалыс кезінде немен айналысып жүр, қайда барып жүр, қауіпсіздігі қалай болып жатыр, солған бағытталған іс-шара болды. 3 күнге созылған іс-шара болды. Осы 3 күннің ішінде полиция қызметкерлерімен 60-қа жуық түнгі уақытта жүрген кәмелетке толмаған балалар анықталды. Бұл дегеніміз нені айтады? Бұл дегеніміз ата-ананың өздерінің балаларының түнгі уақытта қайда жүргенін бақыламайтынын айтып отыр. Біз мысалы әрбір мектепте қазір кәмелетке толмаған инспектор бекітілген, ол мектепке жедел уәкіл бекітілген, ол мектепке учаскелік полиция инспекторы бекітілген. Бұл дегеніміз қазіргі кездегі оқушыларға, жасөспірімдерге біздің назарымыз деген жан жақтан тонып тұр. Соның өзінде күнделікті біздің айтатынымыз балалардың түнгі сағат 11-ге дейін, 11-ден кейін ата-анасыз жүруге құқығы жоқ.
егерде ата-анасы жүрген уақытта біз оның ата-анасын, баланы емес, біз ата-ананы жауапкершілікке тартамыз, иә. Қаншалықты айтып жатқанның өзінде біз күнделікті 10 шақты бала, 5 шақты баланы ұстап алып, оның ішінде түнгі көтеру клубта балаларды анықтап жатамыз, иә. Сол кезде бір мән беретін жай, ата-аналарын шақыртамыз. Сіздің балаңыз мысалы, иә, сіз түнде ұйықтап жатсыз, сізге хабарласады да, полиция қызметкері айтады, сіздің ұлыңызды, қызыңызды осы жерде ұстап алдық, түнгі уақытта жүр екен дейді да. Сол кезде кейбір ата-ана білмейді, баласының мысалы көшеде түнде жүргенін білмейді. Менің балам үйде ұйықтап жатыр дейтіндер де бар, иә, мысалы. Сол кезде келген ата-аналар бізге ренжиді. Менің балам үлкен, енді 17-тегі бала оған үлкен мысалы, иә, бірақ та ол әлі кәмелетке толмаған ғой. Сіздер неге оны енді ұстайсыздар деген сияқты. Ол үйге келе жатқан. Мысалы, жақсы, ол бала мүмкін дерлік жұмыс істейтін шығар, ата-анасына көмектесетін шығар, иә. Бірақ та бізде заңмен бекітілген бәрібір өзінің нормалары бар ғой, иә. Мысалы, ол кәмелетке толмаған, өзі ешқандай қылмыс жасамаса да, оған қатысты қандай да бір қылмыс жасауы мүмкін ғой түнгі уақытта, мысалы, иә. Қыз бала мысалы, иә, түнде келе жатыр, алдынан мас күйінде біреу шығуы мүмкін. Не болмаса ол бала біреумен төбелесіп қалса, иә. Тіпті болмаса жол көлік оқиғасы болуы мүмкін. Жағдайлар әртүрлі болады. Осындай кездерде кейбір мен ата-аналарға айтатыным, қандай жағдай болмасын, ата-ана ең бірінші баланың қауіпсіздігін ойлау керек, оны ешқашанда полиция қызметкерлеріне, не болмаса мектепке, не болмаса тағы да біреуге арттыруға болмайды. Өйткені мектеп біз ол жүйеміз, иә, мысалы, мектеп қандай да болмасын, ол бала қандай бұзық болмасын, ол бала қандай құқық бұзушылық жасамаса да, мектеп міндетті 11-ші сыныпқа дейін оны оқытады. 11-ші сыныпқа дейін оқытады, мектептен шығарады деп аттестатын береді, болды. Ары қарай ол бала қайда барады, оқуға түсе ма, ол өздерінің міндетін атқарды, иә. Сол сияқты бізде мысалы полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандар, иә, 18-ге толғанша біз ол балаға жауаптымыз. Оны есепке қоямыз, оны мекен-жаймен тексереміз, оның ата-анасын жауапкершілікке тартамыз. Біз өз жағымыздан бәр жұмысты жасаймыз. 18-ге толды ма? Болды. Ол бізге жатпайды, кәмелетке толып кеткен, иә. Бірақ ары қарай ол баламен өмір бойы айналысатын сол ата-ана ғой. Қызығы мен шыжығын көреді. Иә, сол ата-ана ғой мысалы, иә. Фундаментальный жауапкершілікті алмайды, бірақ та 18-ге келген. Енді мына арада мынандай мәселе бар, жаңағы осындай құқық қорғау қызметкерлерін көрсет, бала болса да, ата-ана болса да, бізде қалыптасқан стереотип бар ғой. Тығылыңдар, қайшын келе жатыр ма там. Как будто, иә, қорқыту осындай қорқынышты олардың сыртқын кәдімгідей бір басқа қалыппен кіргізіп тастаған. Негізі бұл кәдімгі сенің құқығын қорғау, сені қорғаушы адам ғой. Жоқ, бізге келесі ойды осындай стереотип қалыптасып қалған ғой. Полиция формада келе жатқан ба? Айыппұл салады, ол сені ұстап алады, ол қамап тастайды, ол сені саған жаман нәрсені істейді деген оқылған, иә. Бұл жерде бұл қаяқтан қалыптасқан, иә. Бірақ та қазіргі енді міне жаңа ұрпақ, иә, жаңа басталып келе жатыр, керісінше үйрету керек мысалы, иә. Ол полиция қызметкерлері, ол әрқашанда сен бара аласың, көмек сұрай аласың деген сияқты, иә, сондай тұрғыда бала. Ал әлімге шейін ата-аналар да көлікте келе жатқанның өзінде де балаға, иә, тығыл деп айтады. Даже тығыл деп айтпасаң да, мысалы мен кішкентайлар бар, гайшың тығыл деп айтады, содан кейін ойлайсың, қай жерде хотя біз оны өзіміз саламыз ғой, балалар неге өйтіп айтады? Өйткені ол ата-ана ол баланы мысалы қажетті жабдықтарсыз әкеле жатыр ғой, кресло жоқ мысалы, ол біліп тұр, ол қазір тығылмаса, оны полиция қызметкері ұстаса, ол ата-ананы жауапкершілікке тартатын. Сондықтан ол ата-ана ол баланы ойлап тұрған жоқ, ол өзінің жауапкершілігін ойлап тұрғандықтан. Ал егер ол баласын сол жабдыққа отырғызып, креслоға тағып, заңға ереженің бәрін сақтаған болса, ол мысалы керісінше ол балаға ондай ештеңе айтпайды. Ондай ата-аналар да бар. Жауапкершілікті өздеріне алған, кресло керек па? Креслоға отырғызады. Белдік керек па? Белдік тағады. Мысалы, мына белдіктің өзінде кейбір адамдар біз үшін тағады ғой. Өзінің қауіпсіздігі деп қабылдамайды, олар полиция қызметкерлері көріп қойса, қазір маған айыппұл салады деп алады. Сол сияқты бұны көрген бала, мысалы ата-анасы сөйтіп істеп отырған көрген бала, ол өзінің ойына соны алып қалады. Кейін өскеннен кейін ол өзі солай істейді мысалы. Сол сияқты бізде де мысалы, бізде қазіргі таңда Өскемен қаласы бойынша 200-ден аса отбасы есепті тұрады.
ол бізде қолайсыз отбасылар деп айтады, иә. Бізге қандай себептермен қойылады? Ішімдік ішкен, нашақорлыққа берілген, балалардың тәрбиесіне назар аудармаған сондай отбасылар қойылады. Оның ең басты себебі сол үйде тәрбиеленіп жатқан балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайында қойылады, иә. Біз оларды қоямыз, күнделікті тексереміз. Егер ата-аналар ішіп жатқан жағдайда болса, біз ол балаларды үйден алып кетіп оңалту орталығына бір орналастырамыз. Сондай жағдайлармен, иә. Сол кезде де мысалы не қайталанады. Кейбір отбасылар болады, әке-шешесі ішкен, ол үйде тәрбиеленіп жатқан қыз, мысалы, қыз бала дейі, ол кейін өседі, оның бәрін көреді, ол да тура сондай жігітке күйеуге шығады. Ертеңінде сол отбасы қайтадан бізге есепке тұрады. Мысалы, ол босанады, оның баласы болады. Осылай и заканчивается круг ба? Бірақ та бұл жерде тағы да баланың санасына байланысты. Мысалы, қазақта айтады ғой, бала берсең сана бер дейді ғой, қандай сондай нашар отбасыда тәрбиеленсе де, егер де ол баланың санасы болса, егер ол баланың өзіне деген, болашағына деген бір қандай бір талпынысы болса, ол қайталамайды ата-анасының жолын. Ол одан шығып ата-анасына да керісінше ертең сол ата-анасын сол балалар емдеп, ана ата-анасын жағдайын жасап жатқандар болады. Бір бізде есепте тұрып, кейін осы бізге жұмысқа тұрғысы келетін балалар да болады, мысалы, сол жерде өздері мен мысалы ата-анамның несін жағдайын қайталамаймын деген, сондықтан бұл әлгі ата-ана әлгі не көресің, соны егесің, соны егесің, соны орасың деген сияқты. Мына сияқты жағдай болды. Кешегі осыған байланысты ата-анаға байланысты бізде сабақ болып жатыр. Актерлік сабағында бізде фундаментальный жұмыс жасайды деп актерлар айтады ғой, ішкі баланың ішкі тірегімен жұмыс жасайтын. Маған біздің жұмыстағы ең нәрсе солын айтты. Кеше Жантай мырза, бізде актер, бізде подростковый сол жаңағы балалар бар, 17-ге дейінгі топ кеше жұмыс жасады. Соң мынандай сұрақ қойды: кім соңғы рет мамасына жақсы көрем деп сөз айтты дейді. Ойлаңызшы, кім мамасына дейді, анарада бір 12 бала отыр. Сон ішінен 2-ақ бала айтты. Тыңдап отырмын, кәдімгі сол сөз көрген кезде кім деп айтады да, соң сұрап келеді, сол кезде бір бала айтады: мен кешеген айттым дейді. Қай уақытта дейді? Біздің үйде көп баламыз дейді, 4 бала, енді одан үлкен екен да, содан кейінгі балалар ұсақ дейді да. Соң мамам қатты жылады дейді, ана балаларым отырып шаршап кетті, жылады дейді. Соң мамам айттым дейді: мама, сен жыламашы, мен сені қатты жақсы көремін, мен өскенде саған бәрін істеп беремін деп айттым дейді да. Бірақ мен сені қатты жақсы көремін деп айттым дейді. Бір қыз бала айтты: мен жай ғана мамама сөйтіп айтамын дейді, өйткені мама мен папам солай үйреткен дейді да, бір-біріне. Қалғаны үндемейді, мен айта алмаймын дейді. Қалған неше баланы сұрадым, бәрі айтты: біз айта алмаймын дейді. Ойлаңызшы, кәдімгі мен айта алмаймын дейді. Неліктен деген сұраққа ешқайсы жауап бере алған жоқ. Анар тыңдап отырмын мен арада. Соң ана қызық ощущение болады екен да, балалардың прямо андай немемен сөйлесіп, кәдімгідей бір сағатта. Өйткені ол балалармен сөйлеспейді. Соны жаңағы айтып, оларға мысалы мен сені жақсы көремін деген сөзді айтудың өзі қиын. Өйткені үйде ешқандай жылулық жоқ. Ата-анамен арасында ешқандай қазіргі ең басты өзекті мәселелердің бірі ол ата-ана мен баланың арасында байланыс жоқ. Қазіргі ата-аналар өзінің баласына авторитет дейді ғой, мысалы, бір қандай да бір баланың алдында дәрежелері жоқ. Сондықтан бізде қазір қоғамда кәмелетке толмағандар арасында болып жатқан осындай қатыгездік, осындай бір бұзушылыққа бейімділік, соның бәрінің салдары осы жерде жатыр. Мысалы, қазір айтатын шығар көбі, неге ата-аналарға жаба береді бәрін деп, өйткені ол мысалы ол бала, сол ата-ана оны өмірге әкелгеннен кейін ол балаға толығымен жауапты болады. Мысалы, ол баланы, мысалы, жаңағы айтып кеткендей, ол мектеп өзінің оқу жағынан міндетті болу керек. Біз қауіпсіздік жағынан міндетті болуымыз керек. Бірақ та жалпы балаға ең басты жауапкершілік ол ата-анадан, мысалы. Құятын орта ғой, мынадан алады, несі келген, сонымен өседі деген сияқты. Сол үшін, мысалы, бала мектептен келеді, даладан келеді, үйге келеді, үйде ата-ана оны талдау жасау керек. Мысалы, сен не істедің бүгін? Мынау керек жоқ саған, мынау керек деген сияқты, мынаны ал, мынаны керек жоқ. Мысалы, қазір көп ата-аналар енді қоғамға да байланысты, мүмкін заманға байланысты, көбінесе жұмыста.
мен күні бойы жұмыстамын дейді, мен бүгін әкесі де жұмыста, шешесі де жұмыста, ең бастысы балада телефон бар, болды. Ол ана интернетқа кіріп алады да, желіден қандай ақпарат алып жатыр, ол интернетте кіммен сөйлесіп жатыр, ол кіммен қандай қарым қатынаста болып жатыр, онда ешкім. Кейбір ата-аналар мысалы баланың телефонын алып ішін тексеруге өздерінің құқықтары, мен айтады, маған анда пароль қойып саған мен кіре алмаймын дейді. Мысалы бізде көбінесе кәмелет жасқа толмағандар үйден кетіп қалатын жағдайлар болады, мысалы сол кезде бізде бүкіл жеке құрам көтеріледі. Мысалы кәмелетке толмаған жоғалып кетті деген кезде бірден бізде тревога болады дейді ғой, мысалы дабылмен көтереді да, барлық сол баланы іздейміз, өйткені ол бала қайда кетті, не болды ол баламен. Сол кезде көбінесе ата-аналарынан сұраймыз барған кезде, баланың жолдасы кім, кіммен араласады, танысы кім, білмейді ата-аналар мысалы, білмеймін дейді. Қалай білмейсіз, сол сіздің балаңыз ғой мысалы, сіз білу керексіз ғой. Кейбір ата-аналар білмейді, телефон маған көрсетпейді дейді. Ал телефонның ішінде сол қыз бала мысалы кіммен сөйлесіп жатыр, кіммен, не туралы сөйлесіп жатыр, мысалы ертең ол қандай жағдайға ұшырауы мүмкін, оның бәрі ата-ана кейін ол жағдай болған кезде барып кәнем уже болар болып кеткен. Сол үшін оның бәр нәрсенің алдын алу үшін тек қана біз кәнем емес, сонымен қатар сол ата-аналар өздері де, олар міндетті. Мысалы сіз міндеттісіз, сіз өзің балаңыздың телефонын ашып отырып әрбір перепискасын оқи аласыз, өйткені сіз ата-анасысыз, оны сіз тапқасыз, сіз тәрбиелейсіз. Мысалы телефонын ашып отырып, мынау кім, мен сен не туралы сөйлестің. Мысалы қазіргі кезде бізде буллинг көп. Буллингтан бұрын наркозакладчики дейді, есірткі тасымалдаушылар. Бұл өте ауыр қылмысқа жатады ең біріншіден. Екіншіден бұл өте тез тартып алатын. Мысалы қазіргі балалар көбі жақсы телефон ұстағысы келеді, жақсы жерде тамақтанғысы келеді. Сондықтан әлгі соблазн болады, тез ақша табу. Быстрый заработок дейді ғой, мысалы, түк істемейсің, мына жерден аласың да, жерге апарып бере саласың, болды дейді, мысалы. Ойлайды, шынында да. Мен жоқ, олай емес. Ол осы жерде маңызды қылып қатты қылып тұрып айтыңыз, потому что қазіргі жасөспірімдер бізге келіп жүрген немелер де бар. Мен апай жұмыс істей бастадым, мен сабаққа келе алмаймын деген ошол әңгімеде ресми не жұмыс істейсің десе, жеңіл дейді. Давайте осы жерде кәдімгідей. Соны айтып тұрмын, сол қазіргі таңда көбі сөйтіп ойлайды, жеңіл ақша табам деп. Жеңіл ақша жоқ, ол болмағанда өмірі болмайды да, ол жеңіл ақша. Соны мысалы осының ең бастысы қайда жатыр? Ол ата-аналардың баласының телефонына бақылау жасамағаннан жатыр. Өйткені бұның бәрі қайдан істелінеді? Бұның бәрі интернет желісінен басталады. Мысалы Telegram, TikTok, сонда отыратын балаларға келеді. Намаз қазір мошенниктер, алаяқтардың өзі сол желімен жұмыс істеп жатыр ғой. Сообщение келеді, хабарлама, хаттама келеді. Мысалы, сен осындай тез ақша таба. Мысалы, мына жерден бір жерден алып екінші жерге апарып бере саласың, болды. Түк қиыны жоқ. Сол үшін саған мысалы дерлік 300 мың теңге, 500 мың теңге берейім деп айтады, мысалы. Ойлайды, енді көбінесе бізде қайда әке шешесі ауылда, мында өздері студент, пәтер жалдап жатыр, контроль жоқ, бақылау жоқ ешқандай, ол жатақханада жатыр, ол не істеп жүр ешкім білмейді. Қасындағы мысалы кейбір балалар жақсы киінеді, ол ойлайды, мен де барам да, ода тұрған не бар, мен қазір алам да, ешкім білмей қалады деп ойлайды. Бұл жерде ең бастысы қазіргі таңда бізде өздеріңіз білесіздер, бәр жерде камера орналастырған. Бізде өзі қаламызда өзі 8 мыңнан аса, енді мен қазір тура айтпаймын, 8 мыңнан аса камера орнатылған. Оның бәрі бізде Сергек дейміз, центр оперативного управления дейді, жедел басқару орталығына қосылған. Егер де сонымен қатар әрбір полиция қызметкерлері өзінің учаскесіне мысалы бекітілген, ақпаратты біліп отырады. Қазір өте ақпараттандыру заманы ғой, мысалы, сондай бір подозрительный адамдарды көрген кезде қазір кісілерді инстаграмға түсіріп қоя береді, оның бәрі жан-жақтан. Сондықтан подъездің астында не істеп жүр, балконның астында не істеп жүр. Сондықтан ертең бір жақсы нәрсе өзіме тез ақша табам деп, бұл есірткі мен тасымалдау деген өте ауыр баптарға, қылмыстарға жатады. Сондықтан да осындай кәмелетке толмағандарға, әсіресе ата-аналарына ең біріншіден айтатындарым, балаларыңның осы әлеуметтік желісін
тексеріңдер деп айтамын. Ең бірінші ВК дейді, мына ТикТок дейді, Телеграм дейді, солардың бәрін тексеріп, егер де балаларыңыз біз қандай да бір осындай қылмысқа, жауапкершілікке ұшырап кетпесін десеңіздер, осы әлеуметтік желілерін қараңыздар. Егер балаңыздың телефонында қандай да бір дала, подъезд, мысалы, жерлердің фотолары көбейіп кетсе, мысалы, олар фотоға түсіреді ғой, недер. Не болмаса балаңыз бір жақсы киім алып, қандай да бір сізге ақша беріп жатқан жағдайда, сол кезде ойлану керек. Уже подозрение. Қайдан алды бұл ақшаны, мысалы, не істеп жатыр, мысалы, дұрыс жолда жүр ма, жоқ па. Сондықтан ең бастысы, мына бізде қазіргі әлеуметтік желіден жақсы ақпаратты алуға болады. Және кері ақпаратты алуға болады, мысалы, саған керегі жоқ. Көбінесе ата-аналар, мысалы, баласы кеп сұрайды, әсіресе қыз балалар мүмкін анасынан сұрауы мүмкін, енді ол табиғат болғаннан кейін адамның өз табиғаты солай орналасқан, қыз баланың да сұрайтын бір жағдайлары бар, соны сұрауға келген кезде кейбір ата-аналар сөйлесе алмайды, айта алмайды, уақыты жоқ. Сол кезде әлгі балалар қайдан алады ол ақпаратты? Әрине олар интернетқа кіреді, Гуглға кіреді, содан сұрайды. Ол жерде қандай ақпарат беріп жатыр, кім беріп жатыр оны, қалай беріп жатыр, қандай мақсатта деген сөз. Сондықтан ең басты қазіргі менің ойымша ең басты проблема ата-ана мен баланың арасында әңгімелесу. Әңгімелесу, қарапайым әңгімелесу жоқ, мысалы. Шынын айтасыз. Сонда ең бірінші давайте выделим бір не дейікші, 5 сіздің тарапыңыздан 5 ата-анаға деген құлақ қағыс. Нақты міне, бірінші осы, екінші осы, үшінші осы. Сонда мен өзімді, баламды жақсы тәрбиелеп жатқан ата-ана ретінде есептей аламын деген жауап болсын. Осы жолы күйеуімізбен келе жатырмын да, соны мен ойлап қоямын. Келе жатырмын, мен өз балама, жарайды, енді былай балалар тұрсын, мен өз балама қандай дұрыс тәрбие беріп жатырмын деп өзім сұрақ қойып тұрмын да. Анализ кетті ме? Сол сияқты кейбір ата-аналарға қазір айтарым, өзім ана ретінде ең біріншіден, екіншіден осы құқық қорғау қызметі ретінде ең бірінші айтайын дегенім, ол өзіңізге талдау жасаңыз. Отырыңыз да өзіңіз талдау жасаңыз, мен балама қандай тәрбие беріп жатырмын қазір деп, дұрыс тәрбие беріп жатырмын ба деп. Ең бірінші қоятын сұрақ, мен өзіме сұрақ қоям, менің балам, енді балаңмен қонаққа барасың, бір жерге барасың ғой, сол кезде мен баламды сырттай бақылап отырамын. Менің баланың қоғамда тәртібі қандай деп. Енді өйткені мен басқа жерде бақай алмаймын, мен мектепке бара алмаймын, мен ылғи жұмыстамын, қарай алмаймын. Соң қоғамда баламды басқа балалардың ортасына қоя беремін да, қарап отырамын. Менің балам өзін қоғамда қалай ұстайды екен деп. Бірден көрінеді ғой, мысалы, бұзық бала екені, дұрыс тәрбие бәрі бірден көрінеді. Өздеріңіз бақылап қарап отырсаңыздар көресіздер. Сондықтан ең бірінші ата-аналарға айтарым, ең бірінші баламен үйде әңгімелесіңіздер. Ол кішкентай балама, ол үлкен балама, ол маңызы жоқ. Балаң кішкентай ма, сол баланың дәрежесіне түсіңдер де, уровенінде дей ғой. Мысалы, кішкентай ма, бала тілімен сөйлесіп біліңіз, мектепте қандай жағдай болып жатыр, мысалы, қоғамда қалай, жолдасы кім оның, кіммен сөйлесіп жүр, кімге ұнайды оған, мысалы, саған анасына деген қандай оның претензиясы бар, мысалы, әкесіне деген, мысалы, мүмкін мен саған дұрыс жылулық бермей жүрмін ба, мүмкін мен саған дұрыс қарамай жүрмін ба, айтады, баланың бәрі айтады. Түсіндіре алмай жүрмін деген. Ол енді ол кішкентай, мысалы, балаларға. Ал егер балаңыз бір подростковый возраст дейміз, жасөспірімдік кезі, 14-15-тегі ең ата-ана мен баланың арасындағы өте ауыр кез сол ғой. Көбінесе мысалы ана мен қыздың арасында келіспеушілік болып жатады, әке мен ұлдың арасында. Сондықтан сөйлесу керек. Ең бірінші сөйлесу керек. Сабыр, шыдам керек. Мысалы, кейбір ата-аналар болады, мен саған бәрін алып жатыр, мен саған киіндіріп жатырмын, міндетсіне бастайды. Ол кезде ол бала қалыптасып келе шаршап жүрмін, сен үшін жүрмін деген сияқты. Сен келсең үйді жинамайсың, мысалы, тамақ істемейсің, елдің баласы деген бар, көршің баласы күшті. Бәріміз көршің баласы. Салыстыр ғой. Салыстыр. Сонымен сындырады дейді ғой. Болмайды. Мысалы, ондай бәріміз деп ана болғаннан кейін, ата-ана болғаннан кейін ондай қателіктер болады. Бірақ та ол қателігіңді түсініп, өзің басыңды кішірейтіп, мысалы, балаңнан кешірім сұрай болады. Бірақ та кейде бұл да палка двух конца дейді ғой, мысалы. Кнут и пряник. Оның
несін шекарасын білу керек, оның нормасын білу керек. Тіпті балаға беріліп кетіп балаңды басыңа шығарып жүрсең, гиперопека. Иә, ол да жаман. Қазіргі ата-аналардың мысалы қандай? Мысалы баласы мектептен келді ма, бірінші ата-ана не сұрайды? Не жерде не іштің? Жоқ, иә. Или мұғалім не деді, ұрыс ұрысқан жоқ па? Иә, болды. Ары қарай оны қалай болды, оны ары қарай ол мұғалімге звондайды, оны ешқандай разбираться етпейді, оның бәрін, мысалы ата-аналар, менің балам бүгін бүйтіпті, чатқа кетеді, одан WhatsAppқа кетеді, одан ары қарай ол балалар бір-біріне претензия жоқ. Мына жерде ата-аналар бір-бірімен ұрсысып жатады, мысалы. Чатта, кәдімгідей. Мысалы бұрынғы кез емес енді, мысалы міне 5 жыл 10 жыл бұрын дейікші, 10 жыл бұрын мысалы мектепте екі бала бір-бірімен төбелес қалса, ол екеуінің ата-анасы келеді, екеуін достастыруға тырысады, екеуі керемет дос болып кетеді сол екі бала, мысалы мектеп бітіргенше. Қазіргі кезде керісінше, мысалы, ата-аналар келеді, одан екеуін мысалы, менің балам, сенің балаң деген сияқты, ең бірінші керісінше ата-ана екі баланы мысалы достастырып, кейін қайдан білесіз, мүмкін екі баладан керемет бір сондай жолдастар шығып кетуі мүмкін. Мен қазір тақырыптан ауытқып кеттім, сіз айтқан сияқты 5 тәртіп, мысалы 5 қағида деген сияқты. Сол ең бірінші мысалы сол баламен әңгімелесу, сөйлесу, күнделікті мысалы, сондай. Екіншіден мысалы мен ойлаймын талдау жасау, баласына мысалы мен қалай тәрбие беріп жатырмын, қоғамға қалай үйретіп жатырмын. Үшіншіден ол баласының қандай да бір телефоны болсын, ноутбугі болсын, несі болсын, күнделікті болмаса да 3 күнде бір қарап отыру, тексеріп отыру. Соны әдетке тексерген. Құдай сақтасын, анда 10 жастағы балалар қазір жасөспірім. 10 жастағы қызымның басқа балалармен бір-бірімен чат құрып сөйлескен сөзін тыңдасақ, бір-біріне жіберетін. Мен соны айтамын. Мен ата-аналарға бүйтіп айтамын ғой, келеді ғой ата-аналар. Әрбір ата-ана мысалы, бәріміз ата-анамыз ғой. Әрбір әлгі қарға баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді. Әрбірімізге біздің баламыз ол періште. Періште. Ол боғауыз сөз айтпайды, ол төбелеспейді. Ол бала үйде солай. Баланың өзінің 3 түрі болады, мысалы. Маска дейміз ба, қалай айтамыз, мысалы ол үйде ата-ананың қасында ол бөлек бала, тәрбиелі, ата-анасы қалай көргісі келеді, сондай. Мектепке барады, ол бала мүлдем басқа, оқушылармен өзінің ұстаздарымен. Ал былай өзінің қоғамда ол мүлдем басқа бала. Мысалы бізде көбінесе ата-аналар баласы қандайдыр қылмыс жасағаннан кейін келеді бізге, сол кезде айтады, ол менің балам емес дейді. Ол менің балам емес, менің балам ондай емес дейді. Бармайды дейді. Менің балам ондай істемейді дейді. Мысалы, менің балам мұғалімді боқтады дейміз ба? Менің балам боқтамайды. То, что бетіне қарамайды деймін. Ал міне бейне бақылауды көрсетіп, сөйткен жағдайда барып, ата-ана сонда сенбей отырады ғой. Сонда сенбей отырады, Содан кейін балаға кетеді. Мен саған осындай тәрбиені бердім ба? Одан әрі баланы басады. Сол сияқты ол әр бала, ол әртүрлі болады ол. Ол солай, ол өзімізде солай болғанбыз, жас подростық кезімізде үйде басқадай болатынбыз ата-аналарға, сол сияқты ғой. Сондықтан екінші, үшінші сол әрқашанда баланың осы көп нәрсе білесіздер. Егер де баланың қарап отырсаң, балаңның қандай екенін білесің, қоғамда қандай болып жүргенін бәрі білесің. Енді төртінші баланы бос уақыт қалдырмау керек балаға. Балаға бос уақыт бермеу керек. Ең бастысы. Үйде отыр қалды ма, сабағында қарап жүр. Ана жерді жинайсаш, мынаны бүйтесаш. Әлгі баланы айтады ғой, аясаң аяма дейді, қазақ айтады. Балаңды аясаң аяма дейді. Сондықтан баланы аямау керек. Сонымен қатар әлгі ойбай аямау керек екен деп баланы әшейін деген бар ата-аналар, мысалы 15-20 курсқа жазды. Миын ашытып жүрген бар, ондайлар да бар. Бәрі өзінің нормасымен ғой, мысалы балаға сай. Баланың ең бастысы балада бос уақыт қалмау керек.
балада бос уақыт болды ма, болды, ол бала не істейді, ол интернетте жатады, өзіне немесе дала кезіп дала кетеді. кезіп кетеді, иә, мысалы әртүрлі приключение іздейді дейсіз ғой, реально. Өйткені баланың табиғаты ол ойнау, бір жаңалық ашу, жаңалықты білу, познавать ету, зерттеу, иә. Ол априори природасы сондай. Енді ең несі, мысалы қандай да бір жағдай болған жағдайда ең бірінші бәрінің бірінші мән жайын біліп алып, содан кейін барып разборкаға бару керек. кінәлау, мысалы, балаңды кінәлау, мысалы, не болмаса мұғалімді кінәлау. Ең бірінші осының түп тамырын біліп, сенің балаң кінәлі болды ма, ол кінәні мойындау. Өйткені ол сенің қателігің, ата-ана ретінде сенің қателігің, сол кінәні мойындау. Содан кейін талдау. Мен қай жерде осыны жібердім, мысалы, иә. Сөзіңізге тұздық болсын. Жаңа мен балам бірінші класс оқыса да, осы мәселе жаңа ата-анаға қарсы жаңа айттыңыздар ғой, бірінші рет сразу барып екі жақ ұрысады деп. Осыған байланысты мен қызым келді. Маған баласының атын ұмытып қалдым класста. Сол деген кәдімгідей истерикамен келеді ғой, тамақ ішпей қояды қызым. Соны не болды десем, классында бір бала бар екен, атын ұмытып қалдым, класстас. Ол мені мазақтайды дейді. Мен қызым томпақ өсіп келген кезде сен толстая деп айттың дейді. Жылап жүр, мен бармаймын, ана маған толстая деп айттың дейді. Но енді ол қарасаң буллинг дейді, қазір аталады екен. Соны маған күйеуім айтады, енді барып сөйлессінші ана баланы. Мен айтамын ғой, енді білейік та ол қалай не деген сияқты. Содан кейін не болды, бір күн, екі күн, короче, солай жүрді. Соң үшінші күнде тоже реально кәдімгідей балаға содан кейін ана кімге мамасына жаздым, сол бала Тоқтар. Соны чатқа жазам, Тоқтардың мамасы кім деп жазып жіберемін. Соң ана кісі түнде кешке таман оқыған ғой, жүрегім қағып, түнгі бірге бә жаңа оқыдым, не оқылды, Тоқтар не істеп қойды деп ана кісі жазған ғой. Общий чатта жазған жоқпын, жекесіне шығып жазам да, соны Тоқтардың мамасы ба деп мен сұраймын, иә десем, уже үшінші күн болды дедім, бә қызым осылай келіп жүр, Тоқтар осылай мазақтайды екен деп сөйттім. Сіз ұлыңызбен сөйлесіп көріңізші дедім. Иә, бізде томпақпыз, бірақ та оны өйтіп кәдімгі немететін деген мәселе емес, бірақ сіз айтып көрсеңіз дұрыс болар еді дедім. Одан кейін мен барып сөйлесемін деп сөйтем де, содан кейін сөйтіп өксіп, содан жақсы ол деген тоқтамайды дейді. Айтады, бәленбай кружокқа немеге беремін, өзі сондай гиперактивный дейді. Бәр нәрсені түрткілеп, бір нәрсені беріп сөйтіп, аузын жапқыза алмайды, не немесін жапсам болады ғой, сондай бала дейді. Кешіріңізші деп енді екеуміз сөйлестім, сіз айтып көріңіз, содан мен Кәусармен сөйлесеміз деп. Сон екі күн өтті ма, мен қызым Тоқтар маған күнде шоколад алып келеді дейді ғой. Не? Екеуі, адекватный, дұрыс бір компромисс тауып. Екеуі қазір подружка екен. Соң айтам, кім десе Тоқтар екеуміз ойнауға кеттік та қояды қазір. Иә, кәдімгідей. Ол сөйлесумен оның салдары сондай болды. Қазіргі кезде буллинг дейді ғой, міне, әлімжеттік қой. Әлімжеттік, мысалы, бір өзекті мәселе қойды оны, бұл болған нәрсе, бұрында болды. Бірақ та бұрынғы кезде бұны ата-аналар осылай бір конфликт келтірмей. Иә, өз мәселесін мысалы араларында шешіп, мысалы, қазіргі кезде көп нәрсені ата-аналар өздері түймедей нәрсені түйедей қылып шығарып жатады. Көбінесе бір 5 оқитын бала дейді, 5 оқитын бала бір-біріне екеуі жаңағы сияқты, мысалы, сен андайсың деді, сен мындайсың деді, болды. Енді ата-ана келеді, ата-анаға арыз жазады, мысалы, сенің балаң мысалы бүйтті, менің баламды әлімжеттікке итерді. Сонда таза мойындамау болып тұр ғой, басқа балаң емес, ата-ана өзінің қателігін мойындамау жаңа сізге айтқан сияқты. Иә, мойындау керек. Мысалы, екі ата-ана бір-бірімен сол чатта келіспей қалды, ата-ана барады да оған арыз жазып, мысалы, ал сол арада екі ата-ана бір-біріне, мысалы, жақсы, мен баламмен сөйлесейін, мысалы, анау да, мен де қызыммен дұрыстап сөйлесіп көрейін, өйткені ол өзі бастаған шығар мүмкін, содан кейін ол да жауап берген шығар деген сияқты. Жоқ, мен жаңағы айтып отырғаным осы, мысалы, ең бастына екеу бір қандай да бір проблеманың басын көрмейді, екеу екі жақтан. Одан кейін ол екі бала бір-бірімен әрине жауласа до конца болады. Анау сол үшін таяқ жейді, ұқпай барады да, соң ол заланып, ананың сөзі өтеді. Қазір кісілердің адамдар тілдері ашты десе, вроде бы неме емес, бірақ та немесіне өтіп кеткен сөздер айтып жібереді. Одан бала таяқ жейді, дәші болады деген сияқты. Енді, мысалы, буллинг дегеніміз, ол өзі әлімжеттік дегеніміз, ол әлеуметтік тұрғыдағы мәселе ғой. Ол ешқандай бір қылмыстық құқық бұзушылық деген ол неде құрам жоқ. Ол буллинг деген, мысалы, бір адамды бір адам ұнатпай тұрып, сол адамға көрсеткен бір қандай да бір өзінің қысым. Ол әлі қысым емес. Қысым емес. Мысалы, сіз маған ұнамайсыз, мысалы,
мен оны өзім көрсету үшін мысалы қойған сұрағыңа жауап бермей қоямын мысалы, ешқандай бір назар аудармай қоямын мысалы, болды. Мен түк істеген жоқпын сізге. Мен жай сізбен сөйлескен жоқсың. игнор жасадым, болды. Болды. Ал егер де осы мысалы осындай жағдай мысалы, ары қарай көше бастаса, мысалы мен өзімнің сізге деген қандай да бір негативімді сөзбен бастаймын. Мысалы, игнор жасамай, неге сөзге көштім мысалы, боғауыз сөз айта бастадым, интернет-чаттан жаза бастадым, сен маған ұнамайсың, сен бүйтесің, жарайды. Одан ары қарай бір үлкен недерге көше бастасам, бұл дегеніміз құқық бұзушылық, әкімшілік құқық бұзушылыққа жатады. Егерде мен балағаттай бастасам, жеке басына көше бастасам, ал егерде маған бұл да жеткіліксіз болып, мен сізге физикалық тұрғыда әлімжеттік көрсете бастасам, құсым мысалы, қақ соғып жіберіп мысалы, қандай да бір жарақат келтіріп жатсам, бұл дегеніміз қандай да бір эксперттің қорытындысы бойынша мысалы әкімшілік тағы да не болмаса қылмыстық ары қарай көшу мүмкін. Не болмаса сіз осындай менің көрсете бастаған осындай сөзбен, іс-әрекетімен көрсете бастаған қысымнан сіз мысалы қандай да бір зардап шегіп, бір қандай да бір қандай десем өз-өзіңізге қол жұмсайтын әрекетке барып жатсаңыз, бұл дегеніміз ары қарай. Сондықтан бұл буллинг дегеннің өзі ең бірінші маған оның тарапынан буллинг көрсетті, әлімжеттік көрсетті дегенді ол өте саралау керек, талдау керек, мысалы. Ол тек қана бір адамның тарапынан ғана болған нәрсе болып жатса. Ал кейбіреулерісі шатастырады, мысалы. Өздері де анаған жауап береді, екеуінің арасында қандай да бір конфликт. Бұл дегеніміз екі тарапта бір-біріне, мысалы. Сіз мені боғауызда сөйледіңіз, мен сізді сөйледім. Бұл буллинг емес. Буллинг дегеніміз бұл біреудің әлсіз біреуге көрсеткен қандай да бір қысымы, күші. Ол қандай мен көрсетті? Сөзбен көрсетті ма, іспен көрсетті ма, физикалық тұрғыда көрсетті ма, психологиялық тұрғыда көрсетті ма, оны ары қарай қарап талдау керек. Вообще керемет жауап. Мына жерде Гүлнар сияқты мен неме сұрақ туып тұр деп па, өзімнің бұрынғы прошлый деймін ба, 10 жылдан артық уақыттар өтіп кетті ғой деймін, 10 жылдан да көп өтіп кетті. ИД-нің ішінде полициялар қоғамға көмек көрсетуші студенттер болған, оқушылар. Енді қазір қалай аталатынын білмеймін. Сол уақытта мен командир болғам, сол уақытта енді біраз шаруалар істеді деп айта аламын. Қазір сол үрдіс неге жалғаспай кетті? И ол үрдістен біраз нәтижелер мысалы мен көрдік деп айта аламын да. Сол кезде мен қазіргі құрам қалай өзгергенін енді білмеймін. Сол кезде біраз нәтижелер болған. Себебі мынандай, мысалы студент кездерде біз точка айтады ғой, қысыл точкаларын білетінбіз. Мысалы студенттер қай жерде вымогать етеді, кім вымогать етеді, не үшін вымогать, қай жерде төбелеседі, кім төбелеседі, не үшін төбелеседі, кім төбелесіп не үшін бастайды деген нәрселер біз білетінбіз де, сол очактармен жұмыс жасайтынбыз. И оқушыларға да мысалы точно білетін, ол ақпаратты құқық қорғау органдарына ешкім айтпайды бәрібір. Мен мысалы студент болып жұмыс жасап жүрген орында менен сұрақ келсе, мен ол ақпаратты айтпаушы едім. Бірақ та в действие мен оны істейтінмін да деген сияқты. Енді сол орган қазір бар ма, и бұл қаншалықты мысалы қалай айтсам, нәтижелі деп ойлайсыз? Болған бізде ДНД деп аталған, добровольно народная дружина дейді, еркін жасақтар деп аталады. Ол бізде осы студенттердің қатарынан және осы жұмыскерлердің қатарларынан тұрған болатын. Оларға біз куәлік беретінбіз, көк куәлік болатын. Оларға мынандай белгі беретінбіз. Олар кешке жақын бір қызметкерге бекітіліп, полиция қызметкерлеріне сол квадратты, сол ауданды кәдімгідей патрулировать ететін. Рахатса бәрі болатын. Кәдімгі ППСник немелер бүкіл себебі ең басты оның ол кезде мысалы видеорегистратор деген жоқ, камералар жоқ, полиция қызметкерлері бір қандай да бір квартираға, пәтерге шақыруға барған кезде олардың өзіне мысалы жала жабатын, мысалы, оларды айыптайтын. Сол кезде қасында 2-3 осындай халық жасағы жүретінде, олар азамат, гражданский адамдар, олар сол жерде соған бір себеп болады, соған мысалы куәгер болады деген сияқты. Сондай тарапынан және де олар өздері азаматтар болғандықтан, мысалы құқық қорғау органында ешқандай несі қатысы жоқ, бірақ та бізге көмекші олар. Сондықтан бұл кісілердің тарапынан да бізге ақпараттар түсіп отырады. Әсіресе осы студенттер арасынан. Бұл
бізде көп биылғы жылға дейін болған студенттер арасынан біз сайлайтынбыз. Бірақ та қазіргі таңда бұл осы бағыттағы жұмыс кішкене тоқтап бәсеңдеп қалды. Дебат сияқты, бұрын дебат тоқтап. Не себепті? Бізде болды ол, басқа қалаларда болды ма? Әлде бізде преступность жағы көп пе? Бізде жоқ, бұны біз не себептен бізде болды? біздің басшылық тарапынан және осы ВКГУ, СДИ болды ғой, университеттердің тарапынан бір меморандумға қол қойылып, келісіп, сондай, мысалы, көбінесе оған юридический, заң факультетінде оқитын балалар, сонымен НВП-да оқитын балалар, кейіннен олар бізге жұмысқа тұру үшін оларға үлкен плюс болатын да. Бізде көбі қазір сол салада жұмыс жасайды. Сондай тұрғыдан құрылған болатын бұл. Бұл отрядтың өте көп бізге пайдасы тиген болатын сол кездерде. Бірақ та қазіргі таңда тағы да мәселе неге келіп тіреледі? Қазіргі таңда жастар ондайға қатысқысы келмейді. Қазіргі жастардың ойы жаңағы міне жеңіл ақша табу, жатып табу, жатып ішу, ондайға кірісі, белсенді қатысу, ондай жоқ, талпыныс жоқ. Сондықтан бұған әлгі өзі айтып тұр ғой, еркін. Мысалы, ешкім оны қинамайды, ешкім оны, мысалы, мектеп тарапынан, университет тарапынан сен баруға тиіссің деген жоқ, ондай жоқ. Екіншіден, тағы да бірне, ол, мысалы, сол қызметкер қасына бұл еркін жасақты қасына алды ма, ол соған жауап береді. Қандай да бір шақыру, қандай да бір патрульдеу кезде, мысалы, ол адаммен бір нәрсе болып қалды ма, мысалы, полиция қызметкерлері оған үлкен жауапкершілік артады. Ал болып қалып жатса? Соны болдырмауға тырысады. Болып қалып, ондай жағдай тіркелген жоқ, бізде болған жоқ. Бірақ та болып, сол себептен көбінесе, мысалы, қазіргі студенттер бұл отрядқа, бұл еркін жасаққа. Мүмкін олар қорыққаннан бармайтын шығар қазір студенттер. Қазіргі интернет заманы қиыншылығын осы жұмыстың көреді. Қазіргі жастық өмірімді онымен құртпай ақ қояйын. Қазіргі жастар көбі, мысалы, біздің қатарға қосылғанның өзінде де келіп біздің жұмыстың қиындығына кейбіреулер шыдамай жатады. Өйткені мысалы отбасың болса, сен отбасыңды мысалы күні түні көрмейсің. Соған дайын болу керексің. Балаңа тәрбиені, мен мысалы қазір өзім айтып отырмын, балаларды тәрбиелеуге деп, ал шынына келгенде мен мысалы өзім балаларымды сол үшін мен айтам ғой, кейде отырып алып ойланамын, мен балама қандай тәрбие беріп жатырмын деп мен өзім талдау жасаймын. Сол сияқты ең бастысы бұл жұмысқа кірген кезде сен бәр нәрсеге дайын болу керексің, мысалы, суға батпайтын, отқа жанбайтын, халқыңа қызмет ететін, өзіңнің отбасыңа емес, халқыңа қызмет ететін. Полицияға тұру үшін міндетті түрде юридическое образование болу керек па? Полицияға емес. Қазіргі жастарға қазір бізге жұмысқа тұрғысы келіп жатқан жастар болып жатса, бізде мысалы осы кәмелет жасқа толмағандар жөніндегі бөлімге педагогикалық, мысалы, қандай да бір филологиялық, сондай білімі бар, психологиялық білімі бар, ең бастысы жоғары білім болса жұмысқа тұра алады. Өйткені бізде балалармен жұмыс істейтіндіктен бізде филология, педагогика, психология ала береді. Тағы да басқа бізде қызметтер бар. Оларға да мысалы криминалистика дегеніміз, оған биология, химия, сол жағынан мысалы бар қызметкерлер. Сонымен қатар бізде 11-ші сынып оқитын оқушылар егерде біздің қатарға қосылар келсе, бізде академиялар бар. 4 жыл тегін өзінің қамтамасыз етіп оқытып шығарады. Кейіннен ол жерден лейтенант болып келіп, олар бірден бізге жұмысқа тұрып, ары қарай бізде жұмыс істейді, мысалы. Контрактке белгілі уақытта ма? Біздің 11 бітіргеннен кейін мысалы бізге келеді, бізді сол тест өтеді, бәрін, енді басқа оқу орындарына түсетіндей, бірақ та тегін. Оқуға түскеннен кейін 4 жыл Қостанай, Алматы, Қарағанды милицейская школа оқып бітіріп келгеннен кейін олар кадровый офицерлар болады. Бізде өзінің службасына, өзінің қызметіне сай, өзінің біліміне сай бір қызметке тұрып, ары қарай жұмыс істей алады. Енді осы жерде айтып кететін, бүгін ғана оқыдым ғой деймін бір жерден емес, бізде Анкнауф деген блогер бар. Сол кісі пост шығарыпты, неліктен бізде Қазақстанда
полиция қызметкерлері, спасательдарды, тіпті жалпы сондай мамандықтарды бүйтіп дәрежесін көтермейді деген. Мысалы, Американы алатын болса, ол жерде кәдімгідей полиция қызметкерлерін бірінші орынға қояды. Қазіргі жағдай мен Қазақстанда болып жатқан потоп болып жатыр. Енді ол бүкіл 10 облыста потоп болып жатыр. Сол әр адамды үйден шығару, көшіру, оның бәрін спасатель МЧС-тер жасап жатыр. Полиция қызметкерлерін жіберіп жатыр. Біздің армияда жүрген жігіттерді жібереді, енді көмектесу ретінде. Сонда олардың дәрежесі бізде олай көтерілмеген, бекітілмеген. Мысалы, 11 сентябрьде сол жерде жазылыпты, 11 сентябрьде болған жағдайда сол орында, оказывается, мемориальный доска жасағанда и елка қойған. И сол жерде қайтыс болған спасательдердің суреттерін қойған. И әр турист келіп, даже сол жердің адамдарды күнде бір шоқтарын қойып, гүлдерін қойып, фотоға түсіп, сол жерде кәдімгідей не дейді, құрметтейді. Ал бізде ондай жоқ қой деген. Сонда оны мысалы кім қай кезден бастап тәрбиелеу керек, немесе не жасау керек системада, чтобы біздің жастарымыз полиция болып өздері қазір захотели, ал егер болмаса да полиция қызметкерлерін құрметпен қарады. Ол бағана айтып кеткен сұрағымызға қайтадан келіп деуге болады. Мысалы, қазір ата-аналар не дейді? Тығылыңдар, полиция келе жатыр. Санасына қалай құйдырып тастағанбыз, қорқынышты. Жұмыс қиын жағынан сондықтан бармайды. Екіншіден зарплата аз болуы мүмкін, содан да. Жұмыстың оңайы жоқ, мысалы. Қай салаға барсаң да, әр жұмыстың өзінің бір қиындықтары болады. Полиция қызметкерлерін болсын, мысалы осы өрт сөндіруші болсын, мысалы қандай бір жағдай болмасын, олардың өзінің әрбірінің өзінің қиындық жерлері болады. Мысалы, бүгін міне жұмысқа кеттің ба, сен білмейсің, мысалы аман есен ертең үйіме, отбасыма оралсам екен деген бір, мысалы, сол сияқты, мысалы шахтада істейтіндерде де сондай, мысалы сол сияқты. Бірақ та бұл жерде полиция қызметкерлері қоғаммен, адаммен тығыз байланыста жұмыс істегендіктен бізде өте контакт көп. Сондықтан ол жерде мысалы жағымды моменттер болуы мүмкін, жағымсыз моменттер болуы мүмкін. Көбінесе дұрыс түсінбегендіктен жағымсыз моменттер болады да, жағымды моменттер қалқалады да, жағымсыз моменттерді көбінесе шығарып жібереді, айтып жібереді. Сол кезде полиция қызметкерлерінің имиджін түсіріп тастайды, мысалы. Ал қандай да бір полиция қызметкерлері, мысалы, көп жағдайларда бізде адамның өмірін арашалап қалып жатқан қаншама полиция қызметкерлері өздерінің өмірлерін беріп, мысалы, не болмаса қаншама алаяқтардан осы алып қалған. Біздің полиция қызметкерлері күні бойы, түні бойы мына квартира, әрбір пәтердің есігін соғып жүріп айтады, алаяқтарға алданбаңыздар. Ал қаншама жұмысты, мысалы, бір кісі алданып қалып Инстаграмға шығарып жіберді ма? Жоқ қылып жібереді. Олардың жұмысын жоқ қылып жібереді, мысалы. Не болмаса бір қарымай жүрдеді. Сол сияқты. Сондықтан мына полиция қызметкерлерінің жасап жатқан жақсы игі істерін көрсете бастасақ, халық мысалы неге айта бересіңдер оны? Олардың жұмысы ғой ол, олар міндетті ғой. Мысалы, біреудің өмірін құтқарып қалған, мысалы, мына потопта қазіргі кезде адамдарды үйінен арқалап шығарып жатқан, мысалы, өрт болған кезде біздікілер сол жерде сол жақта жатып бірге солармен жұмыс істеді, қатарлы. Аяз кезінде машинның алдына шығып, жаяу жүгіріп, мысалы, сол кезде шыққан моменттерде бүйтіп айтады. Олар неге көрсете бересіңдер? Олардың жұмысы емес пе? Олардың міндеті емес пе? Деген сияқты. Ал қандай да бір жағымсыз бір оқиға болып қалып жатса, оны салған кезде, мысалы, олар сондай, олар жұмысын дұрыс білмейді, өздерінің заңдарын білмейді, түк істемейді деген сияқты. Ол енді қиын деген, бірақ не жерде, мне кажется, кешіріңіз перебила, оның енді себептерін зерттей отырсақ, енді тарихшы болғаннан кейін, может быть, маған ол біздің тарихпен связаны, генмен связаны. Өйткені айтады ғой, андай коллективная память дейді ғой, қазақ халқының, тіпті қазақ емес, СНГ халқының көрмеген жоқ, и полиция емес, бұрынғы кезде не болды ғой, расстрел кезі, репрессия кезі, сол кезде үкіметтен келген бір полиция қызметкері немесе милиция қызметкері, ол сені міндетті түрде алып кетеді, ол сені міндетті түрде малыңды бөліп сол санада қалып қалған сияқты. Сондықтан бізде қорқыныш сезімі бар. Полиция келе жатса, ол обязательно тебя накажет, он не спасет, он тебя накажет деген бір ұғым бар деген сияқты, мне кажется.
жақсы, иә. Сондықтан оны қазір енді сананы бір бұл стереотипті ақырын- бұзу керек. Иә, бұзу бұл керек. мен ылғи айтамын, полиция қызметкерлерінің имиджін көтеру керек. Ол қорғаушы, иә, реально. имиджін көтерген кезде кәнем бұл полиция қызметкерлерінің статусы да көтеріледі, мысалы, иә, халықтың алдындағы статусы. Мен өзім осы жұмыста міне көресің, иә, қызметкерлерді, қасындағы әріптестеріңді қалай жұмыс істеп жүргенін көресің де, содан кейін біздің тарапымызға қандай да бір жағымсыз бір комментариялар не болмаса айтқан кезде жүрегің ауырады, мысалы, иә, өздерінің үйлерін, отбасыларын көрмей, иә, күні бойы осы жұмыста қаншама жұмыс жасағанның бәрін жоққа шығарып тастайды да кейде, мысалы, иә. Сол кезде енді бұл мектептен бастап, үйден бастап, иә, мысалы, полиция қызметкерлерін көргенде, не? Мынау полиция қызметкерлері, мысалы, ол бала сол полиция қызметкері сияқты болғысы келетіндей дәрежеге жеткізу керек. Мысалы, ол да біреудің баласы, ол да біреудің анасы, ол да біреудің әкесі деген сияқты. Ең біріншіден оны адам ретінде сыйлау керек. Қандай қызметте болса да, бәрібір, қызметте болса да, мысалы, далада сыпырып жүрген адам, ол да біреудің әкесі, ол да оның қызметі, ол істеп жүр. Ол сенің артыңнан жинап жүрген адам, мысалы, оны ең бірінші сен адам ретінде сыйлау керексің, сол сияқты әрбір қызметтің адамын ең біріншіден адам ретінде сыйлап, кейін оны қызметіне байланысты баға берсең, мысалы, әрбір жұмыстың өзінің бағасы сай қойылады деп ойлаймын, мысалы, имиджі көтеріледі. Осы жерде Назым айтпақшы, бізде тарихта системада дедік қой, содан қаншама біз осыған қатысты, міне біз тәуелсіздік алғанымыз қаншама жыл болды, бірақ та қатты бір өзгеріс нәрселер бізде болып жатқан жоқ. Бізде ең бірінші, мысалы, система, жүйе, бәрібір жүйе өзінікін істейді. Мектеп жүйе, қызметкерлер жүйе, тәртіп, қоғамдағы бүкіл сараптан бәріміз жүйеге байланғанбыз. Енді қараңыздар, осы жерде, мысалы, дамыған мемлекеттерде қарасаңыздар, көбінесе, мысалы, ең бірінші құқық қорғаушы адамдар үшін жұмыс жасайды екен. Ол кісілер басқасына қарайды. Ең бірінші қорғанға мән береді, одан кейін барып басқа система жұмыс жасайды. Қараңыздар, бізде акимат басқаларға жұмыс жасайды. Шын ғой, біздің жүйеде. Сол кезде осы жүйеге, мысалы, әрбіріміз қайсымыз деп айтпай қойын, бірақ та осы құқық саласына ең бірінші біздің құқығымыз қорғалатындай, қандай бір жау тиген кезде ең бірінші қорғанымыз болатын, осы қорғаныс жаққа мән беріп, одан кейінгі мына жүйе бар ғой, акимат басқа жүйелерге екінші немеге тарапқа кететіндей, ең бірінші сатыға сол құқықты осыны қоятындай әр азамат, әр халқымыз, мысалы қазақ әр немесі соған жұмыс жасасақ, мысалы қазағымыз деп айтамыз ғой, каждый жерімізде сол қорғайтындай, мен не істей аламын, сіз не істей аласыз, ол не істей алады, болды. Анау істеу керек емес, каждыйымызды бастап, мүмкін бүгін емес, ертең емес, ол бір уақытта соның фундаменті қаланатын шығар. Ол мысалы, осы жаңылмасам, Бауыржан Момышұлының сөзі ғой деймін, әлгі заңға бағынған құл болмайды деген, мысалы. Сонымен, мысалы, білім ғой. Мысалы, сен заңға бағындың ба, тәртіпке бағындың ба, сенде қоғамда да, үйде де, мысалы, бәр жерде де сенде болады. Жауапкершілік болады, тәртіп болады, жауапкершілік. Сондықтан, ал мысалы, әр адамның өзінің, мысалы, менің өзімнің ішкі бір жан дүнием, стержім деймін ба, мен мысалы, мені ешкім көріп тұрмаса да, мен бағдар жоқ жерден, жолақ жоқ жерден өте алмаймын. Менің ішімнен айтып тұрады, болмайды Гүлнұр, ол болмайды деп. Не болмаса, мен қолымда келе жатқан қоқысты, мысалы, ешкім мені көріп те тұрған жоқ, мен оны лақтыра салсам да мен көрмейді, бірақ менің ішімдегі арым жібермейді. Сол сияқты әр адамда сондай болу керек. Ондай болу үшін біз қазіргі кезден бастап балаларымызды сондайға тәрбиелеу керекпіз. Мысалы, ата-ана үлкен өзі жан-жағына қарап тұрып, баласын қолына ұстап жүгіріп кетсе, ол баланың санасында қалады. Болады, мына жерден жүгіріп кеткен, менің анам жүгіріп кеткен, әкем жүгіріп кеткен, мен де жүгіріп кетемін деген сияқты. Сол сияқты әрбір адам, ересек адам, сондай өзіне бір тұжырым алса, не болмаса бір өзіне бір инсайт дегіш қазақ тілімен айтқанда. Мысалы, ешкім көріп тұрмаса да, оның өзінің ішкі дүниесінен алу керек та, өзінің бір қағидасы болу керек. Болмайды. Сол сияқты сондай әрбір адам өзін тәрбиелесе, ары қарай ол өзінің ұрпағын тәрбиелейді солай, болды, сонымен міне құрылады.
ал енді біраз андай точный нақты андай не дейді факт ретінде айтсақ или процедурасы қалай болады. Мысалы менің балам 18-ге толмады, түнгі сағат 11-ден кейін оны ұстап алды. Клубтан ұстап алды. Клубтан немесе кафеден шығып бара жатыр, оны ұстап алды. Мен оны білмеймін, не болады ары қарай? Ата-ананы что ждет? Бізде мысалы Қазақстан Республикасының конституциясында да және де отбасы туралы заңда да айтылған, жазылған, бала 18 жасқа толғанша оның жауапкершілік ата-анасына жатады деп жазылған. Сондықтан осы заңдарға, конституцияға сүйене отырып, егерде мысалы баласы түнгі сағат 11-ден кейін, 11-ден 1 минут кетті ма, 11-ден кетті, болды, уақыт, көшеде ұсталын қалса, оның қасында туған ағасы бар ма, оның туған апайы бар ма, ода тіпті доверенность, сенім хаты бар ма, ол ешқандай маңызды емес. Оның қасында 11-ден кейін тек қана ата-анасы болу керек. Не болмаса опекун дейміз, қамқоршысы болу керек. Болмаған жағдайда біз оның ата-анасын Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 бабының 2 бөлігі бойынша жауапқа тартыламыз. Ең біріншіден ата-анасына ескерту жариялаймыз. Егерде ол бала осы 1 жылдың ішінде қайтадан қайталанып жатса, онда 3 бөлігі, яғни ата-анасына қатысты материалды сотқа жібереміз. Сот қарайды, сот өзінің айыппұлын салады, кейіннен сот ол қаулыны бізге жібереді. Біз ол қаулының негізінде алдағы баланы, сол ұсталған баланы қараусыз, қадағалаусыз, безнадзорный, беспризорный деген санат бойынша, категория бойынша өзімізге есепке қоямыз. Есепке қоямыз да 1 жыл ол баланы бақылаймыз. Тағы қайталанса 1 жыл толмай жаңағы мәселе. Тағы да 3 бөлімі бойынша біз ол баланы сотқа жібереміз. Айыппұл салына береді ата-анасына. Салына берем, қаншалықты? Айыппұл енді оны сот орнатады. Болу керек енді. Содан кейін мысалы қандай да бір ата-ананың баласы қылмыс жасаған жағдайда, ұрлық жасады дейік, мысалы төбелесті дейік, ол шешім шыққаннан кейін ол баланың ата-анасын Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабымен, ол дегеніміз баласына тиісті тәрбие бермеуде, мысалы кәмелет жасқа толмағанға қатысты қандай да бір өзінің ата-аналық құқығын орындамау деген бап, сол бойынша біз тағы да жауапкершілікке тартамыз. Ол материал тағы да сотқа кетеді, сот тағы да шешімін шығарып өзінің айыппұлын салады да, ол бала тағы да бізге учетта тұрады, учетта. Сол сияқты, мысалы көбінесе қазіргі кезде балалар ауылдан келе жатады, студенттер, әке-шешелер ауылда, өздері мұнда жатақханада, не болмаса туыстарының үйінде тұрып жатыр. Ондай балалар түнгі уақытта ұсталынған жағдайда әке-шешесі жоқ, сондықтан біз оны ешкімге бере алмаймыз, ағасына, сондықтан біз оны оңалту орталығына барып жабамыз. Оңалту орталығына барып жауапсаймыз. Оны 3 күннің ішінде әке-шешесі келіп алып кету керек, шығарып алу керек. Не болмаса біреуге сенім хат беріп, соны арқылы шығару керек. Болмаған жағдайда онда енді болып көрген жоқ бізде, бірақ та ата-аналары келіп алып кетеді өздері, қай жақтан болса да, зайсан күршін, бірақ бәрібір келеді, алады. Ал 3 күннен артық ол кезде бізде қандай балалар жатады? Ол жерде біз әке-шешесі мысалы үйіне барған кезде ішіп жатып, мысалы қандай да бір төбелес, отбасылық жанжал болып жатқан жағдайда біз балаларды алып кетеміз оңалту орталығына. Егер 5 жастағы балалар жоғары қарай біз оңалту орталығына жабамыз. Ал кішкентай 3-ге дейінгі балаларды біз мұнда балалар үйіне жабамыз. Егерде ол ата-аналар 3 күннің ішінде баласын әкетпеген жағдайда қамқоршылық орган, орган опеки и попечительства дейді ғой, олар қаулы шығарады да, ол баланы 3 айға ары қарай заңға жауып тастайды. 3 айдан кейін бірақ ата-анасы алады. Ол алғанның өзінде де бізден характеристика, оны жинайтын материалы көп. Қағаз жұмысы көп. Қағаз жұмысы көп. Сондықтан кей жағдайларда ол ата-аналарға қатысты біз 127 жаңағы айтып кеткен бапты толтырып, оларға қатысты материал бізде осы Өскемен қаласы әкімінің жанында кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау комиссиясы бар. Сол комиссияға шығарамыз. Егер ол комиссияда отырған 13 мүше, мысалы, әрбір органнан, денсаулық сақтау органы, білім органы, солардың бәрі шешім шығарып, ол бала ата-анаға қатысты материалды ата-ана құқығынан шектеу, не болмаса айыру
бойынша сотқа жолдаңдар десе, біз сол материалды жинап ата ана құқығынан Решение айыру бойынша правовое жібереміз. Мысалы былтырғы жылдың 23 жылдың 12 айында бізде 60-қа жуық ата ана құқығынан айырылған болатын. Соншама ма бізде? Қазіргі міне өзі 3 айдың ішінде бір 10-ға жуық ата ана бізде ата ана құқығынан айырылды. Сондықтан бұл кездерде көбінесе сот әрине баланың өзінің ата анасында, өзінің отбасында қалуын қалайды, мысалы. Сондықтан кей кездерде үміт беріп жатады. Мысалы бір шанс дейді ғой, беріп жатады. Ата аналары мысалы кейбір болды мен қойдым, іштім. Кейбір ата аналарға бұл өте үлкен сабақ болады, мысалы. Ал бірақ кейбір ата аналарға болмайтын нәрсе ол болмайды. Сондықтан бұл балаларды біз алып ата анасынан енді ең қиын жағдай баланы алып детский дом дейміз ғой, мысалы, осы өткізу ең ауыр жағдай. Ана ретінде өзіме де ең ауыр жағдай осы болады. Ең қиын осы біздің жұмыстағы баланы өзінің қандай бала болмасын, әкесі қандай жаман болсын, қандай шетін болсын, қандай мінездер көрсетсе де кеткісі келмейді бала, әрине. Мен мамам жаман дейді ме? Сондықтан ең бірінші ата аналарға айтайын дегенім, біз жауаптымыз, өйткені біз әкелдік оны өмірге. Ол бала өзі келген жоқ. Біз сұрадық, біз әкелдік. Біз сұрадық, біз әкелдік. Мы за них ответственные, мы должны за них отвечать. Сондықтан ең біріншіден баланы дүниеге әкелгеннен кейін толық жауапкершілікті ата ана өзіне алу керек. Керек емес, ол міндетті. Ол бізде конституциямызда да жазылған. Ата ана шариғат бойынша да, соған. Сондықтан баланы дүниеге әкелдің ба? Жауапты бол. Заңды оқы деген. Бір сұрақ болып тұр да, мысалы, детдомға өткізгеннен кейінгі баланың мысалы болашақ өміріне сіздер ақпараттар аласыздар ма? Ол қаншалықты деген сияқты нәрсе бар ма сіздерде? Біз мысалы тұрасыздар ма деген сияқты. Санға жауабымыз ғой баланы, сол центр адаптация дейді ғой, балаларды оңалту орталығына. Одан кейін біз сол жердің қызметкерлерімен хабарда тұрамыз. Мысалы әке-шешесі келді ма, кейбіреудің әке-шешесі келіп қайтадан көргісі келіп жүреді, мысалы келіп тамағын әкеп беріп кетеді, ойыншықтарын әкеп беріп кетеді. Олар мысалы бізге хабарласып жатады. Сол кезде сұрап тұрамыз, енді баланың жағдайы. Кейде өзіміз басқа балаларды апарған кезде ана баланы да көріп кетеміз, барып не істеп жүр деген сияқты. Және енді полиция қызметкерін образы туралы сөз қозғап жатырмыз подкаст барысында. Осындай сұрақ: баланы лишили родительского права, сіз оны цанға апара жатырсыз. Сол кезде полиция қызметкері сол баланың санасында бір жағымсыз кейіпкер, отрицательный герой ретінде қалмай ма? Енді әрине біз өзі көбінесе жағымсыз кейіпкер рөлінде жүреміз ғой. Сондықтан бұл образды кішкене болсын бір жеңілдету үшін ол баланың жасына да байланысты. Мысалы үлкен бала болса, ол өзі біледі. Не үшін кетіп бара жатқанын біледі, мысалы. Оны алдай да алмайсың, мысалы. Ол жағдайдың бәрін реальность, мысалы, түсініп тұр. Ал кішкентай балаларды әрине олармен өте қиын. Сондықтан мұндай жағдайларда бізде көбінесе әйел адамдарды жіберіп баламен бірге, қыз балалар болып жатқан жағдай. Енді ол кезде біз енді ана ретінде балаға бір ойыншығын алып беріп, мысалы бір тәтті мынауларын алып беріп, баланы өзіңе қарай кішкене баурап, баламен қайда бара жатырмыз деген сұрақтар болады балада, мысалы. Ол баланы ата-ана құқығынан айыру барысында ол бала оған дейін, мысалы 2 ай 3 ай өзі сол дом ребенка дейміз, мысалы центр адаптация, сол жерде орналасқан болады. Ол бала ол жерге бірден бара салмайды. Бірден ешкім оны балалар үйіне жібермейді. Ол бірінші сол жерде болады. Соттың шешімі шыққаннан кейін оны біз басқа неге ауыстырамыз. Сол кезде ол бала ең бірінші біз баланы үйінен алып кетіп оңалту орталығына не осы балалар үйіне жапқан кезде, ол кезде енді сол кезде қиын. Өйткені баланы өзінің үйінен алып кетіп жатқан кезде. Ал кейін ол ата-ана құқығынан айырып тастағаннан кейін ол баланы басқа бір мекемеге ауыстырған кезде ол бала бұндай мекемеге үйреніп қалған. Сондықтан ол бала жай ғана сұрайды, мысалы, біз қайда бара жатырмыз деген сұрақ болады. Қиын екен бұл жерде кәдімгідей бір жағынан педагог, бір жағынан психолог болу керек. Біздің бөлімге осы
психологиялық, филологиялық, көбінесе әйел адамдар біздің бөлімге алынады. Өйткені легче жұмыс істеуге, кішкене балаға да легче деген сияқты. Көп мәліметтер беріп жатсыз. Рахмет күн. Әрине, одан да көп мүмкін сұрақтар болуы мүмкін. Көрерменде сұрақтар болуы мүмкін. Комментарийларға жазыңыздар, сұрақтарыңызды белгілеңіздер. Мүмкін сразу жауап бермесек те Гүлнұр ханымнан жауабын алып, ол сұрақты біз жазып жіберуге тырысамыз. Өйткені біздің білмегеніміз өте көп. Әсіресе заңға байланысты, құқыққа байланысты, біздің өзіміздің міндетімізге байланысты. Бұл жерде жай ғана полиция, заң деп андай қатаң түрде емес, бұл жерде психология да бар, бұл жерде тәрбие туралы да сөз айтуға болады. Бұл жерде енді барлығы бар деп ойлаймын. Өйткені өмір болғаннан кейін, қоғам болғаннан кейін бір-бірімен әр сала тығыз байланысты. Жай ғана социум. Осы ғана емес, жай ғана мынау ғана емес, мұғалім жауапты, мына жақта анау жауапты деген сияқты емес, барлығымыз бірлесе жұмыс жасау керекпіз. Және де ата-ана болғандықтан, енді қазір тарихшы ретінде мен түсінем ата-ананы. Өйткені біз 90-шы жылдың балаларымыз 88-89, одан берінгі 90-нан берінгі балалар қазір енді ата-ана болғандықтан олардың көзқарасы біздің ата-аналарымыз көзқарасынан мүлде бөлек. Ол кезде КСРО кезінде мүлде философия бөлек болды, бағыт-бағдар бөлек болды, көзқарас бөлек болды. Қазіргі ата-аналар енді әрине өте қиын. Өзіміз мұғалім болғандықтан ата-анамен жұмыс жасағаннан кейін біз білеміз әрине. Ал енді неғұрлым қайғылы жағдайлар, жаман жағдайлар, полиция қызметкерлерін қорғаушы емес, жабушы ретінде қабылдамас үшін қоғам осыға бір жақсы көзқараспен қарау үшін біз ата-ана ретінде өз көзқарасымызды өзгерту керекпіз деп ойлаймын. Өйткені балаға біз үйретеміз ертең кіммен дос болуды, кіммен дос болмауды, кімге сенуді, кімге сенбеуді. Енді былай айтып қарасақ, жалпы бір нәрсе болып қалса, біз кімге жүгінеміз? Полиция қызметкеріне. Бір жағдай болды, бірді кімге звондаймыз? Полицияға звондаймыз, қорғаушы. Врачтарға звондаймыз. Ең бірінші. Комментарийда неше түрлі жазуымыз мүмкін. Диванный критик болып, ой, мынау былай, анау былай деп жазуымыз мүмкін. А на самом деле бізді құтқаратын, біздің қазіргі жағдайда МЧС, спасатель, полиция, пожарный, рахмет вам. Дәрігерлер ең керекті мамандық ол. 1000 жылдықта керекті болған, 1000 жыл бұрын тоқтамаған, иә, қазір де сондай. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңызға үлкен алғысым шексіз. Жаман жағдайлар болмасын, бәріміз тәрбиелі болайық, саналы болайық, білімді болайық. Сондықтан білім деген құндылыққа всегда жүгініп отырайық. Сізге рахмет үлкен. Жаңа сияқты айтпақшы, сіздердің дәрежелеріңіз көтерілетіндей, жүйемізде өзгерістер болатындай, оған сенеміз. Өйткені ең бірінші мемлекетіміздің дамуымыз, жастарымызды өсу, өркендеуі жаңа леп келе жатырмыз дейміз ғой. Осыған сенеміз. Сондықтан ең алғашқы қорғанымыз сіздер аман болыңыздар. Сіздер үшін біз әрқашан дұғадамыз. Қазіргі кездің батырлары жүр жанымызда дейді ғой. Шынымен қазір сол. Білім беруші. Жаңа Қазақстанда жаңа имиджді, жаңа көзқараспен. Рахмет. Бұл дегеніміз каждыйымыз жаңа сияқты азаматтық тұрғыда өзіміз сол позиция ұстанатын болсақ, ол болады. Мысалы, адал түрде, сенім түрде жаңа сияқты ішкі стержіміз әрбір балада жаңа сияқты болатын болса, ол мықты. Мысалы, жаңа бізді актерларды, балаларды актермен жұмыс жасап жатқанымызда сол да жаңа фундаментально сол нәрсені біз бәленбай бір осы миллион адамды өзгертпесек те, алдымызға келген 50-60 баламен, мысалы, біздің қазір біздің бере алатын Назым екеуміз қолымыздан келген сол болып жатыр. Балаға өзі саналы түрде жаңа сияқты ойын ашық айта алатын, саналы түрде ішкі стержін қалыптастыра алатын. Ол 60 адам ертең көбейіп 120 адам болады, одан ары қарай көбейіп бір сияқты ғой, егін-егіндер. 60 адам, 60 саналы ата-ана болады деп сенімдеміз. Өйткені недавно бір нені оқығам, кандидат философских или доктор филологических наук россиянка, сол кісі айтады да, читающий человек, думающий человек дейді. Сондықтан әр адам өзі оқитын болса, ол значит ойлана алады деген сөз. Ал егер біз ойлана білсек, ол бәрінің ақ пен қараны ажырата аламыз. Кім дұрыс, кім бұрыс деген. Сондықтан саналы адам болайық, білімді адам болайық, оқитын адам болайық, кітап оқыңыздар, біліңіздер, заңды біліңіздер. Заң, незнание законов не освобождает от ответственности дейді. Сондай сөз бар, сондықтан ол сөз соңғы кезде көп естіп жүрмін. Сондықтан бәріміз сондай болайық. Бәрі солай болсын. Рахмет. Эфирда кездескенше. Күн жақсы. Әлі сізді эфирда көреміз деген сенімдеміз. Иә.
Vai ter que ser a festa, a garrafa já não vai